Бұл қорқынышты оқиға бірнеше жыл бұрын өткен. Мен жас жігіт болған кезде. Мен енді ғана Америкаға жетіп, түнгі клубтарда жұмыс жасағам. Және үйге де мен әрқашан кеш келетінмін. Осындай түндердің бірінде мен өз пәтеріме келгенмін. Мен қатты шаршадым және бір затты ғана қаладым. Өз пәтерімдегі төсекке жату. Мен өз үйім есік алдына келдім де ішке кірдім. Мен 9-шы қабатта тұрдым және де әдеттегідей лифтті шақырғам. Лифттің есігі ашылғанда мен біртүрлі бір адамды көрдім. Тішінде осы қорқынышты бояу боянған, бетінде ақ тері, қара көздері және де қызыл ерні бар қорқынышты адамды көрдім. Ол лифт ішінде тұрып маған қолын бұлғады, бірақ ол менің ішімді көріп тұрғандай сезім болды. Оның басы қисық бұрылып тұрды, ал қолы біртүрлі қозғалды. Оның қозғалысы көбінесе роботтың қозғалысына ұқсады, адамдыкіне емес. Әрине, мен лифтқа кірмедім. Әлгі жігіттің ойында не бар екенін бір Құдай біледі. Сол үшін мен сатымен жүруді шештім. Мен сатымен көтеріліп келе жаттым және де әлгі қорқынышты жігіт жайлы мүлдем ұмытып кеттім. Бірақ бір сәтте маған артқа қарауға қызығушылығым итермеледі. Мен сол сәтте 7-ші қабатта болдым және де 2-3 қабат менің астымда әлгі қорқынышты жігіттің келе жатқанын көрдім. Ол қатып қалды. Мен оған қарағанымды біліп қойған секілді. Ол мүлдем қозғалмады. Тек қана оның көзі жан-жаққа бұрылып тұрды. Мен ботыма түшіп қойдым. Және де мен барлық күшім жинап, онымен сөйлестім. Бауырым, бұл күлкілі емес. Сендер мені жақсы қорқыттыңдар, бірақ мен қазір уақытымда ақшамда жоқ. Сол үшін бұны дәл қазір тоқтата берсеңдер болады. Осыдан кейін мен өз қадамдарымды жылдамдатып, ары қарай көтеріле бердім. Мен тағы да қарап көріп едім, ол қайтадан қатып қалды. Бірақ бұл жолы өте жақын, бір қабат қана астыда. Сондықтан мен оның көзінің ақуызын көрдім. Және де қорқыныш мені жанымның түбіне дейін сілкіндірді. Мен бұл адамның ойында не бар, немесе оның кім екенін білмедім. Мен бұл жол қатты айғайладым. Көршілердің бірі естісін деп. Сайтан алғыр, не істеп жатырсың? Мен жайма қалдыршы. Оның жүзі бірден өзгерді. Ол өзінің жоқ көз жасын сүрту үшін еңкейіп қолын көтерді. Сосын жерге құлап кетті. Әлгі жігіт бетонға құлап, жерде саңырау дауыс шықты. Сосын 1-ші қабатта мен оның қисайған денесін көрдім. Мен полицияға немесе құтқару қызметіне хабарласуым керек еді. Бірақ мен тұрып қалдым. Жаңағы көргенімнен. Және жай ғана астыға қарап тұрдым. Сосын бірдеме мені төбеге қарауға мәжбүрледі. Маған 2 қабат қалған өз үйіме жетуге. Сосын мен төбеге қараған кезде тышып қойдым. Анау жерде әлгі жаңағы жерге құлап кеткен біртүрлі жігіт тұрды. Ол өзінің өлген денесіне қарап, аузын ашып, өз бетін ұстап тұрды. Мен қорыққаннан дірілдеп тұрдым және де қозғала алмадым. Ал сол уақытта әлгі жігіт оны бірінші жасады. Оның астыға қарап тұрған көздері бірден маған бұрылды. Мен астыға түсіп далаға шықтым. Әлгі жігіттен ары қарай қашуға. Сосын анонимді түрде полиция шақырдым. Сосын полицейскийлер келді. Және де олар мен болжағандай дым таппады. Бірақ уәде берем, мен ана жерде оны көрдім. Және де бұл қуып кеткен адамның әңгімесі емес. Мен дінге бағынатын адам емеспін, бірақ мен бұны білем. Бұл біртүрлі тіршілік иесі логикаға бағынбайтын бірдеме болды. Оны түсіндіру де мүмкін емес.